12 ақпан күні Түркменстан Республикасында президент сайлауы өтеді. Ел өміріндегі айтулы шарадан университетте оқитын түркменстандық студенттер де шет қалмады. Оларға өз президенттерін сайлау мүмкіндігі өз отандастарынан бір апта бұрын берілді. Айта кету керек, Түркменстанды басқаруға 6 үміткер арасында қызу талас жүріп жатыр. Олардың қатарында қазір президенттің қызметін уақытша атқарып отырған Құрбанқұл Бердімұхамедов, мұнай-газ өнеркәсібі министрінің орынбасары Ишанқұлы Нұриев, Абадан қаласының әкімі Оразмұрат Қаражаев, Түркменбасы қаласының әкімі Әшірнияз Помманов, Дашауыз облыстық әкімі орынбасары Аманияз Атажиков, Лебап облысының Қарабекұлы аудандық әкімі Мұхаммедназар Құрбанов сынды саясаткерлер бар. Естеріңізге сала кетейік, сайлау қорытындысы 12 ақпаннан кейін белгілі болады. Мен Махира Жаббарова, Тараз мемлекетінің Мұхаммед Хайдар Дулат атындағы университетінде оқимын. Факультетім ВХС, биология мамандығында оқимын, 3-ші курсымын. Біз Түркменстанда болып атқан сайлауға дауыс беруге Қазақстанда бізге оңайлы, өйткені біз Қазақстанда оқимыз. Біз өзіміз президентіміз сайлауға дауыс беріп жатырмыз. Сайлау күшті өтіп жатыр. Мөлдір Рәсіл, Мұрагер Тәкебаев, Тармулаев.